Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Бүгін өзімнің каналымда құймақтың, яғни оладьидің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Қажетті ингредиенттерді описаниеге қалдырамын. Алдымен жылы айранға жарты қасық ас содасын салып, араластырып 5-10 минутқа қоя тұрамыз. Кейін беті көпірши бастаған кезде 2 жұмыртқа салып араластырамыз. Бұл құймақ өте оңай дайындалады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Жұмыртқамыз біркелкі араласып болғаннан кейін қант және де тұз қосамыз. Бір шымшым тұз қоссаңыздар жарайды. Жақсылап араластырамыз. Осы қоспамыздың үстіне електен өткізілген ұнымызды біртіндеп саламыз және де араластырамыз. Біздің қамырымыз видеода көрсетілгендей қою болып шығуы қажет. Енді табаның астын жағып, сұйық майға құймақтарымызды пісіріп бастаймыз. Барлығын біркелкетіп саламыз. Беті көпіршіп бастаған кезде келесі жағына аударамыз. Қызарғанша барлығын кезекпен-кезек пісіреміз. Және де тағы бір ескерте кететін жағдай, құймақтарды орташа отта пісіруіміз қажет. Дайын болған құймақтарды өзіңіздің қалауыңызша тосаппен, қаймақпен ұсынсаңыз болады. Дәл осы рецептпен міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Достар, сондай-ақ сіздердің пікірлеріңізді күтемін. Менің каналымдағы жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін тіркеліп алуды ұмытпаңыздар.